Hello my friend, how are you? Видео сабақты толық көрмес бұрын менің каналыма тіркеп қойыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз сілтеу, сұрау, қатыстық есімдіктер. Сілтеу есімдіктер. Demonstrative pronouns. Сілтеу есімдіктер нұсқау, көрсету мағыналарын білдіреді. Жекеше көпше, жанды және жансыз есімдіктердің алдында қолданылады. Which, қайсы деген сұрақтарға жауап береді. Және де бұл сілтеу есімдіктер сөйлемде бастауыш, анықтауыш, тоқтауыштың қызметін атқарады. Бұлардың да жекеше көпше түрлері бар. Бірінші жекеше түрі. Жекеше түрі this. Мынау, бұл, осы. Бұл жақын жердегі заттарға қолданылады. That, анау, сонау, сол. Алыс жерде тұрған заттарды меңзеп айтамыз. Көпше түрінде these, мыналар, осылар. Бұл жақын жерде тұрған заттарға айтылады. Those, аналар, солар. Бұл алыс жерде тұрған заттарға айтамыз. Енді мысалға. This book is yours. Бұл кітап сенікі. Бұл жақын жердегі кітапты меңзеп тұр. These curtains are very dark. Бұл перделер өте қараңғы. Яғни бұл да бір бөлмеде тек жақын жерде тұрған нәрсені айтып тұр. That bird is very beautiful. Анау құс өте әдемі. Бұл алысты меңзеп тұр. Талдың бұтағында отырған құсты, яғни айтып тұр. Анау құс деп. Those flowers are very expensive. Анау гүлдер өте қымбат. Бұл да алысты меңзеп тұр, яғни анау гүлдер деп. Келесі сұрау есімдіктер. Сұрау есімдіктер жауап алу мақсаты мен сұрау мағынасында қойылатын сұрақтар. Сөйлемдерде олар заттың саны, белгілері, сапасы, орналасқан орны туралы сұрайды. Who, кім, what, не, қандай, which, қайсы, қай, whose, кімдікі, whom, кімге, how, қалай деген сөздер осы сұрау есімдігіне жатады. Келесі қатыстық есімдіктер. Қатыстық есімдіктерде тура жаңа айтқан сұрақтар, яғни who, what, whose, whom, how деген сияқты сұрақтар бағыныңқы сөйлемдермен қолданылады. Оған мысал ретінде айтайық. Who бұл адамдар үшін қолданылады. What's the name of the man who has just come? Жаңа ғана келген адамның аты кім? Келесі which бұл адамнан тыс жанды, жансыздар үшін қолданылады. It's a book which will interest children of all ages. Бұл барлық жастағы балаларды қызықтыратын кітап. Одан кейін that сөзі бұл екеу үшін де қолданылады. Яғни the people that live next to keep having all night parties. Көрші тұратын адамдар түні бойы той-думан өткізді. Немесе өткізеді. Одан кейін I have seen the house where Абай was born. Мен Абайдың туған үйін көрдім. Достар, менімен бірге видеоны аяғына дейін көрген оқырмандарыма, көрермендеріме көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Goodbye. Bye bye my friend.